Қайырлы күн, ардақты әлеумет, құрметті Түркістан қаласының тұрғындары және Түркістан қаласының атқа мінер азаматтары. Міне мынау Тәуке хан даңғылының бойындағы мына жерде мамандандырылған сон Амангелді аялдамасы. Содан бері қарай жүргенде, Сары комплексіне қарай жүргендегі мынау жаяу жүргіншілер жолы. Бұл жаяу жүргіншілер жолы толықтай топырақпен жауып тастаған жолды. Себебі бұл жолда алдында мына жердің барлығын бұзып, шамасы канализация жүргізді ғой деймін. Әйтеуір астынан бірдеңе жүргізген, тротуарды салып, артынан канализация жүргізіп, сосын соңынан мына топырақтары қалып қойды. Жалпы бұл топырақтардың мына жердің барлығы топырақ болатын қалып кеткен. Бірақ біздің мынау тұрғындарымыз өздерінің алдындағы топырақтың бір шамасын алған сияқты. Ал мынау үлкен кісілер, бәлкім бұл жолды қажет етпейтіндер, ондай жолдағы топырақтар сол бойы қалып қойған. Ол жерден қазір шөп өсті уже. Бізде Түркістанның климаты өте жылы. Сондықтан суы шығып жатқан мына жердегі жерге топырақ тастап кеткен. Ол топырақ жаяу жүргіншілер жолы. Адамдар бір аяқ, бір жол жасап алған. Ол жер ашылып, жанынан шөп өсіп кеткен сол топыраққа. Ал мына жердің тазалығына келсек, енді күздің күні ғой, кішкене түсінуге де болатын шығар біздің тазалықшыларымызды. Десе де, әйтеуір осы жолдың бойы қараусыз жатқан жайы бар. Сосын мына жердегі құрылыс, қаланың құрылыс сәнін де бұзып тұрған жайы бар. Сондай-ақ қауіпсіздік ешқандай сақталмаған. Ана бір жасыл матамен бөліп қойған, ол жасыл матаның өтіп кеткен. Ол жасыл матаның бер жағына шығып кеткен құрылысы. Ал қызыл сызық туралы айтпай-ақ қойсақ та болады. Мына жерде көріп отырсыздар. Кім қалай, тротуар қайсы, мынау кәсіпкердің жолы қайсы, ғимараты қайсы, ешқайсысын білмейміз. Сондай-ақ жаңағы аталған топырақ төгіліп жатқан жердегі мынадай газдардың иісі енді страшный, жанынан өту мүмкін емес. Газ, мына қарашы, брусчаткалардың бәрі сол жарты қалып кеткен. Мына жер жасалынбай. Мына жердегі газдың иісінен қазір зорға демалып тұрмын мен. Газдың иісі страшно. Бұл жерде енді шамасы кісі тұрмайтын сияқты, соған қарағанда. Сондықтан біздің мынау ЖКХ осының барлығына назар аударса. Орталық көшеміздің жай-күйі осы болып тұр. Атқа мінер азаматтарымыздан халыққа игілігі бар, пайдасы бар. Жақсы жауап күтеміз енді бұйырса. Бордюр бекеттерден.